Мемлекет басшысы өз жолдауында 6 қазан республикалық референдум өткізілсін деп қаулы шығарған болатын. Бүгін ел үшін өте маңызды күн. Дәл қазір біз номері 506 сайлау учаскесіне арнайы келдік. Мұнда таңмен таласып, халықта дауыс беру үшін арнайы келмек. Ал референдумның барысын толығырақ біздің телеарнадан бағамдай аласыздар. Еліміздің түкпір-түкпірінде бүгін референдум сағат 9:00-де әнұранмен ашылды. Айта кетейік, номері 506 референдум учаскесінде 2617 дауыс беруші бар. Оның ішінде биыл 18-ге толған азаматтар саны 62-ні құрап отыр. Біздің референдум учаскесінде 2617 дауыс беруші бар. Оның ішінде биыл бірінші рет 18 жасқа толған азаматтардың саны 62. Яғни қала тұрғындары үшін дауыс беруге яғни ыңғайлы жағдай жасалынған, яғни дауыс беруге арнайы көлігіміз дайын, алып апарып келетін. Таңмен таласып, халықта ел болашағы үшін өз дауыстарын беруге асықты. Қазақ азаматы өсеміз, өнеміз десе, болашақ ұрпақтың қамын ойлау керек. Мен үшін бұл өте маңызды, өйткені бұл өзімізге керек. Қазір елдің бәрі қорқып отыр, бұрынғыдай жарылады, марылады деп, бұл негізі қазір дамып отыр. Мен өзім ойлаймын. Сегодня Казахстан делает свой выбор. От ее результата будет зависеть, построит ли АЭС стране или нет. Нужна ли нам атомная электростанция, что принесет с собой ее строительство и как это отразится на экономике, благосостоянии простого народа, на энергобезопасности республики, наконец. Как же вам участвовать в сегодняшнем референдуме, насколько активно он проходит. Об этом мы будем рассказывать сегодня вам весь день в нашем специальном выпуске. На часах 9 утра я нахожусь на избирательном участке номер 41, но здесь достаточно оживленно. Люди идут голосовать. Сегодня с первыми лучами солнца на избирательных участках Казахстана начался масштабный процесс голосования граждан. По всей стране всего открылись 10 249 избирательных участков, где более 70 тысяч сотрудников избирательных комиссий обеспечивают прозрачность и честность голосования. Ожидается, что сегодня проголосуют 12 244 683 человека в стране и за ее пределами. На избирательном участке номер 41, расположенном в здании Тарасского регионального университета, отдавал в этот день свой голос и аким города Бахыджан Орынбеков. К сегодняшнему референдуму данный участок подготовился основательно, члены избирательной комиссии на местах. 41 референдум участка бойынша бүгінгі референдумға участок толықтай дайын. Қазір заң шеттен ашылғаннан бастап адамдардың келуі, дауыс берушілердің келуі өте жоғары деңгейде болып жатыр. Жалпы участокте барлық жағдайлар жасалған адамдар үшін. Бүгін бірінші келіп, ең бірінші дауыс бергендерге өзіміздің тарапымыздан сыйлықтар ұсынылды. Жалпы бүгін референдумды ойдағыдай сәтті өткіземіз деген жоспардамыз. К работе готовы и наблюдатели. Их присутствие является дополнительной гарантией того, что избирательный процесс будет проходить в соответствии с международными стандартами демократии. На данный момент у нас подготовка идет полным ходом, то есть с утра мы находимся на участке, здесь вместе проводим все процедуры, то есть люди приходят, оставляют свои голоса, все проходит на высшем уровне, мы следим, все хорошо. Граждане, пришедшие отдать свой голос, подчеркивают, что выборы – это не просто формальность, а возможность прямого влияния на будущее страны. Их слова свидетельствуют о высокой гражданской активности и осознании важности каждого голоса. Я, как гражданин Казахстана, должен участвовать в его жизни. Как многие люди, которые сегодня не пришли, это большая часть люди, которые думают, ладно, за нас уже все выбрано. Меня привело то, что я так не считаю. Все граждане Казахстана должны участвовать в выборах. Со съемочной группой мы побывали на избирательном участке номер 74, расположенном в 7-м микрорайоне на базе средней школы номер 39. С раннего утра здесь была организована выставка поделок и рисунков, выполненных руками самих учеников. Что касается организации самого избирательного процесса, то, по словам здешнего председателя участка, все проходит довольно активно. У нас сегодня мы работу начали в 5:30. Все члены комиссии пришли вовремя. Их у нас 6, председатель, зам и, конечно же, есть секретарь.
По правилам мы посмотрели подготовность, ну, посмотрели все у нас на должном уровне, все технические, можно сказать, оборудование, все было в целом. Конечно же, под надписью мы раздавали всем нашим членам комиссии бюллетени, и ровно в 7 часов у нас мы поставили гимн. В это время уже собрались очень много, можно сказать, жителей. В целом готовность нашего участка референдума на должном уровне. Где-то у нас 26 жителей, которые исполнится 18 лет, уже 80% пришли. Но я надеюсь, до вечера они все придут. В принципе, с 7:00 участок работает, активность очень даже хорошо, люди идут, голосуют, делают свой выбор, никаких нарушений нет. Отметим, что всего по Жамбылской области работают 508 участков для голосования. Принять участие во всенародном голосовании смогут более 717 тысяч жамбылцев. Бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде республикалық референдум өтіп жатыр. Ал қазір референдум 7:00-ден басталып кетті. Біз қазір нөмірі 70-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Мұнда халыққа арналған концерттік бағдарлама өтіп жатыр. Бүгін Қазақстан халқы үшін шешім қабылдайтын күн. Референдумда азаматтық позицияларын білдіру үшін қараша таңсәріден өздерінің референдум учаскелеріне жақындауда. Айта кетейік, сағат 7:00-де басталған референдумда бірінші рет дауыс берушілер мен алғашқы келушілерге сыйлықтар табыс етіліп, рухты әуендермен қарсы алынуда. Бүгін бізде өте көңілді өтуде. Референдум дауысын беретұғын өте алғыс айтамыз бүкіл сайлаушыларға. Өйткені 7 болмай 6-дан бастап келіп жатыр. Бірінші сайлаушыларымыз, әрине бірінші сайлаушыларымызға біз дайындаған подаркілеріміз бар, сыйлықтарымыз бар. Ол апалар да келіп жатыр, ағалар да келіп жатыр. Бірінші рет дауыс берген 2 бала келді. Юнусов Бекзат деген Facebook, Instagram парақшаларында көруге болады. Және де жанұясын, мамасын, папасын мен бірге бала-шағалары да келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Сайлау өте өз орнын өтіп жатыр, өз орнында. Ешқандай құқық бұзушылық орын алған жоқ. Қазіргі таңда келушілердің саны өте артып жатыр. Әркімнің дауысы маңызды. Бүгінгі референдумда әрбір халықтың дауысы үлкен маңызға ие. Осыны білген бұқара өз шешімдерін алға тартып таңдау жасады. Бүгінгі болып жатқан референдум құтты болсын. Бүкіл Қазақстан халқына сәттілік тілеймін. Және мен келгеннен кейін осы мектепте директор сыйлық беріп отыр. Оған да рахмет. Елеп ескеріп жатқанына, көңіл бөліп жатқанына әрбір сайлаушыға. Қазақстанның осы болып жатқан референдумға дауыс беріп, Қазақстан азаматы болғаннан дауыс беруге келдім. Осы Тараз қаласындағы Дулати университетінің студентімін, 3-ші курспын, тарих мұғалімдерінде оқып отырмын. Қазақстанға бір үлесімді қосып, пайданы тигізгім деп дауыс беруге келдім. Бүгін Қазақстанның энергетикалық болашағын анықтайтын тарихи күн. Бұл маңызды сауал бүкіл халықтық референдумда өз шешімін таппақ. Әрбір азамат дауыс беру арқылы еліміздің энергетикалық саясатына ықпал етпек. Референдумның символы менің артында тұрған дауыс беру бюллетендерін салатын шыны жәшік халықтың таңдау еркіндігінің көрінісі. Спросить у населения, жителей нашей. Республикамыздың тұрғындарынан атом электр станцияларын салуға келісесіздер ме? Жоқ па деп сұрау орынды шешім. Бұл демократияның негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Мемлекет басшылығы мен басқару органдары барлық маңызды шешімдерді халықпен ақылдасып қабылдайды. Өйткені халықтың өмірі мен жұмысына бұл тікелей әсер етеді. Ел болашағын жақсартуға үлес қосып, азаматтық ұстанымдарын білдіріп жатқан тұрғындар саны жексенбі күні сағат санап артып келеді. Уақыттарын бөліп дауыс беруге келген азаматтар елдің келешегі үшін маңызды шешім қабылдауға белсене қатысуда, дейді референдум учаскесінің төрайымы. Осы участокты тізім бойынша 2726 сайлаушы келіп қатысу керек. Қазіргі таңда 15%-дай азаматтар келіп дауыс беріп жатыр. 18-ге жаңа толған жас келді азамат. Біз екеуін жақсылап қабылдап, арнайы сый-сияпатымызды көрсетіп, белсенділікке шақырып,
азаматтық өзінің ұстанымын түсіндіріп жіберді. Бүгінгі таңда азаматтық ұстанымын білдіру ертеңгі өскелең ұрпақтың жарқын болашағын қамтамасыз ету үшін жасалған маңызды қадам. Әрбір дауыс елдің тұрақты дамуы мен игілігіне бағытталған жауапты әрекет. Бұл шешім Қазақстанның келешегі үшін ғана емес, жас ұрпаққа бейбіт және өркендеген қоғамды мұра ету үшін де үлкен мәнге ие. Енді Қазақстан халқының болашағы үшін деп ойлаймын. Әр адамның дауысы маңызды деп ойлаймын. Біреу қарсы шығар, біреу қарсы емес шығар деген сияқты ғой. Біріншіден міндетімізді атқаруға келдік. Өзіміздің елімізде тұрып жатқаннан кейін өзіміздің елімізге. Мен бүгін сайлауға келіп отырмын. Ел үшін маңызды, мен үшін де маңызды. Сағат тілі 10:00-де көрсетті. Біз қазір 15-ші мөлтек ауданындағы нөмірі 505-ші референдум учаскесіндеміз. Мұнда халық өз дауысын емін-еркін беруде, барлығы өз деңгейінде атқарылуда. Қазір облыс бойынша 508 референдум учаскесі жұмыс істеуде. Жалпы 717 мыңнан аса жамбылдық референдумда дауыс беру құқығына ие. Қазіргі таңда біз таңғы сағат 7-ден бастап өзіміздің учаскемізді ашып, осыған дейін халық дауыс берушілерді қабылдап жатырмыз. Біздің учаскемізде 2749 дауыс беруші, осы уақытқа дейін 123 адам дауыс беріп кетті. Біз бірінші келген дауыс берушіге өз сыйлығымызды бердік. Дауыс берушілер көңіл күйі жақсы, ешқандай бұзушылық болған жоқ. Қазіргі таңда референдум бізде таңғы 7-тен бастап жұмыс жасауда. Арнайы әнұранымызбен салтанатты түрде ашылды. Ең алғашқы дауыс берушіге арнайы сыйлық табысталды. Қазіргі таңға шейін 123 дауыс беруші тіркелді. Ешқандай заң бұзушылық, құқық бұзушылық болған жоқ. Бәрі талапқа, тәртіпке сай болуда. Осы орайда нөмірі 505-ші референдум учаскесінде дауыс беруге жиналған халықтың қарасы аз емес. Референдум болсын. Референдумға бала-шағамызбен, 2 ұлым, келінім, 2 немереммен келдік. Көңіл күйіміз жақсы, күнде әдемі болып тұр. Біз бүгін жолдасымыз екеуміз референдумға дауыс беруге келдік. Көңіл күйіміз өте жақсы. Енді әрине біз бәрін оқып біліп отырмыз, көріп отырмыз. Келіп өз дауысымызды беруге міндеттіміз Қазақстан азаматы ретінде. Сондай-ақ мұнда дауыс берушілердің көңілін көтеру мақсатында асық ойнатылып патриоттық әндер шырқалуда. Бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде республикалық референдум өткізілуде. Яды өз дауыстарын беру үшін жамбылдықтар дағылуда. Айта кетейік, Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған азаматы дауыс беруге құқылы. Бүгін алғашқы рет азаматтық позициясын білдіріп, дауыс беру үшін 18 жасқа толған, яғни кәмелет жастағы азаматша дауыс беруге келмек. Жеке меншік мерекесінде алғаш рет дауыс беру құқығына ие болды. Шаһар тұрғыны Серікбай Шұғыла Махмутовна бүгін 18 жасқа толып отыр. Кәмелет жасқа толған азаматша елдің болашағын ойлап, өз дауысын беру үшін арнайы келген. Саяси науқанға келіп отырмын. Қазіргі жастар қауыс қалмауы керек. Себебі бұл шара Қазақстан болашағына тікелей байланысты. 18 жасқа келіп, алғашқы дауыс беру. Дәл туған күніне тұспа-тұс келген азаматша үшін бүгін ерекше күн болды. Айта кетейік, Серікбай Шұғыла номері 68-ші референдум учаскесінде өз таңдауын жасады. Біздің қазіргі комиссиямыздың 9 мүшесі бар. Барлығы дерлік сертификат алды, тестілеуден өткен. Барлығы сайлаушылар тізіміне мемлекеттік базаға тіркелген 2075 адам. Қазіргі дәл бүгінгі 11:30-ға 200-ден аса адам дауыс берді. Бұл жаман көрсеткіш деп ойламаймын. Дауыс беруге жиналған қарашаның саны біртіндеп артуда. Ел болашағын ойлаған жұрт таңдауларын жасап референдум учаскелерін беттеуде. Біз қазір номер 506 референдум учаскесіндеміз. Мұнда облыстық мәслихат төрағасы Абдала Нұралиев те келді. Баршаңызға белгілі, біздегі жылдың қыркүйек айындағы мемлекет басшысының дәстүрлі Қазақстан халқына жолдауында осы 6 қазан күнін атом электростанциясы салуға байланысты референдум өткізу туралы өзінің шешімін айтқан. Енді бүгін сол 6 қазан
барлық Қазақстан халқы осындай учаскелерге келіп өздерінің дауыстарын, өздерінің осы атом электростанция салуына қолдау туралы болмаса қолдамасы туралы өздерінің дауыстарын беріп жатыр. Барлық жерде бірдей. Бүгін мен Тараз қаласының бірнеше учаскелерінде болдым. Жалпы халықтың белсенділігі өте жоғары. Демалыс күні ел игілігі үшін өз дауыстарын беруге келген азаматтардың саны азаймай, керісінше көбейіп келеді. Бұл қоғамдағы өзгерістерге тұрғындардың бей-жай қарамай белсенділік танытып, азаматтық жауапкершілікті сезінетіндерінің айқын көрінісі. Халықтың саяси процестерге қатысуы олардың ел болашағына, қоғамдық дамуына ықпал етуге деген ұмтылысының белгісі. Осындай белсенділік қоғамның даму деңгейінің және демократиялық процестердің нығаюының көрсеткіші болып табылады. Бүгін енді бүкіл Қазақстан ел үшін өте маңызды күн ғой. Бүгін дауыс беру әрбір қазақстандық азаматтың міндеті, парыз деп білем. Себебі бізбен сіздің дауысымыз, бүкіл еліміздің дауысы осы Қазақстанның болашағы үшін өте маңызды. Мен де осы өзімнің парызымды жүзеге асыру мақсатында дауыс беруге келіп отырмын. Енді әркім өзінің дауыс беруге құқығы бар. АЭС-тің салуына қарсы, АЭС-тің салуына қарсы емес, ол әр адамның өзінің таңдауы ғой. Бірақ мен өз таңдауымды жасадым. Ол менің таңдауым Қазақстанның елі үшін, болашағы үшін маңызды деп білемін. Ең бастысы мен Қазақстан Республикасының бір мүшесімін, бір азаматымын. Әр адамның дауысы маңызды, сондықтан менің де дауысы маңызды болғандықтан өз даусымды, өз таңдауымды жасауға келдім. Қалың Қарашаның дауысы елдің болашағына тікелей әсер етпек. Референдумға дауыс беру әрмен қарай жалғасуда. Қазір халық өзінің дауысын беріп жатыр. Айта кетейік, біз қазір нөмірі 83-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Мұнда халыққа көрсетілген концерттік бағдарлама өз мәресіне жетті. Біздің участокте 2417 адам тізімге алынған болатын. Барлық сайлаушыларға шақыру қағаздары алдын ала таратылды. Бұл 49-ші мектеп гимназиясының базасында екі сайлау референдум учаскесі орналастырылған. 83 пен 85 100% дайындықпенен ұйымдасқан түрде сағат 7-де жұмысымызды бастадық. Халықтың келуі, құлақтануы, референдумға деген белсенділігі өте жақсы. Бағана 10 мен 12 бірдің арасына дейін жақсы келді тұрғындар. Енді қазіргі уақытта халықтың 30%-дан астамы келіп қойды, 700-ден астық. Енді қазір жұмыстан кейін тағы келеді ғой деген ойдамыз. Волонтерлар қамтылған. 10-шы мөлтек аудандағы волонтерлардың барлығы жан-жақты жұмыс жасап жатыр. Халықтың келуін қамтамасыз етіп отырмыз. Бізде көбісі енді бұл жердегі тұрғылықты халық, жаңағы көшіп қонып жатқан халықтар емес, тұрғылықты халық, оның үстіне көбісі өзіміздің ата-аналар, бір емес бірнеше рет жиналыс өткізіліп, референдумның болатыны туралы, референдумға барлығының түгел қатысуы, ол әрбір азаматтың өзінің дауысы маңызды екендігі, осының алдын ала жұмыс жүргізілген. Бүгін нәтижесін көріп отырмыз. Мен осы Қазақстан болашағын жақсы болуын қолдап, сол үшін референдумға келіп отырмын. Біз Қазақстан көркейіп жандана берсін, өсіп өне берсін, сол жақсылық қуаныш болсын, сол үшін. Бірінші рет болғаннан кейін қобалжу болып тұр. Бірақтан да барлығы жақсы ұйымдастырылған, барлық жақта қалай дауыс бергендеріңіз туралы айтылған, бірақ өзіңіз білесіз, өз еркіңіз. Бірақ дауыс беру туралы барлық жерде хабарландыру бар, ескертулер бар, және де оның салдары туралы да айтылған. Оны дауыс беру өз еркіңізде. Айта кетейік, дауыс берушілер өте белсенді түрде референдумға қатысты. Олардың ішіне зейнеткерлер де өз дауысын беріп, естелікке суретке түсіп жатты. Ал бақылаушылар дауыс беру барысында ешқандай құқық бұзушылық болмағанын жеткізді. Бүгін елімізде атом электростанциясының құрылысы бойынша референдум өтуде. Айта кетейік, нөмірі 50-ші референдум учаскесінде азаннан бері 933 адам дауыс берсе, оның 5-еуі 18-ге жаңа толған жас дауыс берушілер, ал 6-ы өзінің денсаулығына байланысты үйден дауыс берушілер. 50-ші референдум учаскесінде қазір үздіксіз дауыс берушілер келіп жатыр. Қазір сағат 4, яғни уақытта санаулы уақыт қалды. Сол уақыт аралығында енді біздің осы участке келушілердің 35%-дайы келіп дауыс берді. Енді әлі де уақытымыз бар.
әлі де ойлаймыз. Осы біздің учаскеге қарайтын 12-ші мөлтек аудан тұрғындары келіп өздерінің дауысын беріп, өздерінің азаматтық позициясын білдіреді, өздерінің таңдауын жасайды деп күтеміз. Таңдау жасау уақытының аяқталуына санаулы сағаттар қалса да, дауыс беру учаскелеріндегі адамдардың ағыны әлі толастамай тұр. Бұл қала тұрғындарының еліміз үшін маңызды әрі тарихи сәттің маңыздылығын терең түсінетіндігінің үлкен белгісі. Сонымен қатар айта кетейік, референдум регламенті бойынша еліміздегі референдум учаскелері кешкі сағат 20:00-де өз есіктерін жауып, санақ жұмыстарын жүргізетін болады.